Баршаңызға қайырлы күн. Табада піскен ораманы бірге дайындайық. Алдымен қамырымызды дайындап алайық. Суға тұзды салып, жақсылап ерітіп, жұмыртқаны жарып, оның үстіне салып, араластырып, үстіне қажетінше су құйып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымыздың басын жақсылап біріктіріп аламыз. Кейін бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет фарш және де 2 пияз. Алдымен пиязымызды аршып аламыз. Одан кейін майдалап турап, фарштың үстіне саламыз. Осының үстіне дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді қамырымызды жаямыз. Одан кейін үстіне май жағамыз және де салмамызды саламыз. Бөлек ыдысқа туралған пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне теркадан өткен сәбізді саламыз. Және де қызарып пісу үшін томат болмаса қысқа дайындаған салатты қосып араластырсаңыздар да болады. Барлығын бірге кетіп жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне картоп саламыз. Картопымызды салып, үстіне суды құйып, бетін жауып 10 минуттай қойып қоямыз. Одан кейін үстіне оралған қамырымызды салып, қажетінше су құйып, сәл қайнағаннан кейін бетін жауып, қақпағын жауып, пештің қызуын азайтып, баяу отта жарты сағатта пісіріп аламыз. Мінекей, тамағымыз дайын болды. Түрі де әдемі, дәмі де әдемі, өте тәтті болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.